Достар, видеомызды бастамас бұрын сіздерге уютный местечко арнасын ұсынамын. Дәл осы каналдан сіздер аномалды құбылыстар, NASA құпиялары туралы видеолар көре аласыздар. Біз өмір сүріп жатқан әлемде біз білмейтін немесе бізге оғаш көрінетін көптеген нәрселер бар. Мысалға алатын болсақ, пульсар мен супернова. Басқа кеңістік былай тұрғанда бізге өзіміздің күн жүйесіндегі Хаумея планетасының өзінің өзгеше формасымен оғаш көрінеді. Ал сіз квазар деген есімді естідіңіз бе? Дәл қазір біз сіздерге толық галактиканы жұтып ала алатын нәрсе туралы әңгімелейтін боламыз. Ғарыш кеңістігінде қара құрдым деген ұғым бар, және ол аты айтып тұрғандай қасындағы нәрсенің бәрін жұтады. Тіпті жарық фотондары да одан құтылып кете алмайды. Ал жарық жылдамдығы біз үшін өте жылдам нәрсе. Дәл осы қара құрдым өзінің шегіне жетіп үлкейген жұлдыздардан пайда болады. Жұлдыз жарылғанда оның ортасынан тесік пайда болады. Тесіктің жанында орналасқан материялар біз айтып жатқан тесікке тартылады және жұтылады. Бұның ішінде не болып жатқаны бізге белгісіз. Баяндағанымызда, егер қандай да бір жұлдыз өмір сүруін тоқтатқанда, оның орнынан қара құрдым пайда болады. Қара құрдым жанындағы нәрселер, тіпті ол жарық болсын, бір бөлігі құрдым ішіне құлайды. Ал бір бөлігі аккреционалды дискті айналып жүруге кетеді. Ал осы аккреционалды дисктегі объектілердің жылдамдығы жарық жылдамдығына дейін жетеді. Түрлі кедергілер әсерінен мұнда өте жарық объект қалыптасады. Бұл құбылыс квазар деп аталады. Квазарды ғалымдар дүниенің шамшырағы деп санайды. Өйткені олар өте үлкен қашықтыққа көріне алады. Дәл осы квазарлар арқылы ғалымдар дүние эволюциясын шешуге тырысады. Квазардың көлемі кішкентай болғанымен үлкен энергия шығарады. Пішіні күн жүйесінде ғана квазардың шығаратын энергиясы толық галактика шығаратын энергиядан 10 немесе 100 есе көп. Осыдан-ақ квазардың қуатын байқауға болады. Кішкене хабарландыру. Скауронның ВК парақшасында редактор қызметіне іріктеу жүріп жатыр. Редактор атану үшін ВК парақшамыздағы обсуждениедегі анкетаны толтырыңыз. Алғашқы 2 адамның редактор атану мүмкіншілігі көбірек. Сонымен видеомыз бітті. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіз.